сәлем балақай. Кешегі алфавиттер еліндегі ертегі саған ұнады ма? Кеше уәде бергенімдей, бүгін мен сол ертегіні жалғастырамын. Ж әрпінің халі қалай екен? Екеуміз оны бірге білейік. Ж әрпінің керемет күні қалай өтіп жатыр екен? Сол күннен кейін Ж әрпі өте бақытты, қуанышты болады. Ол қайтадан әліпбиде достарымен бірге қатарға тұрып, балаларға қызмет етіп жүреді. Бір күні таңертең Ж әрпіне бір ой келеді. Ол қандай ой екен? Ж әрпі: мен енді жай әріп болғым келмейді. Ерекше әріп болғым келеді. Және ерекше екенімді дәлелдегім келеді. Деген ой келеді. Сөйтіп, Ж әрпі саяхатқа аттанады екен. Ол әрбір баланың үйіне келіп, олардың Ж әрпін күнделікті өмірде қанша рет қолданатынына көз жеткізгісі келеді. Ал сен күнделікті Ж әрпі бар сөздерді қанша рет айтасың? Әлде мүлде айтпайсың ба? Себебі Ж әрпі саяхаттап жүр екен. Ол мүмкін қазір сенің үйіңде отырған шығар. Қане ойланшы, бүгін Ж әрпі бар қандай сөздерді айттың? Ойланып көр. Ал Ж әрпі мектепке барады. Сыныпта оқушылар диктант жазып отыр екен. Жаз, жол, жасыл, жапырақ, бәрінде мен бармын деп қуанады. Бірақ бір бала байқаусызда жол сөзінің орнына ол деп жазып қояды. Ж әрпін ұмытып кетеді. Ойпырмай, мені ұмытып кетті ме? Деп Ж әрпі жыламсырай бастайды. Сол сәтте бала өз қатесін түзетіп, жоқ, ол емес, жол болады деп Ж әрпін қайтадан жазып қойыпты. Ж әрпі тез ренжіп қалады екен, және тез қуанады алады екен. Ол қуанғаннан күліп жібереді. Ал кешке таман Ж әрпі Аружанның үйіне қонаққа барады. Аружан анасына: анашым, мен сені жақсы көремін деп құшақтап жатады. Сол кезде Ж әрпінің жүрегі елжіреп, міне, нағыз қуаныш осы екен ғой, деген ойға келеді. Сөйтіп, ол саяхатын аяқтап, алфавит еліне қайтады. Ал сол кештен бастап әріптер бір-біріне жылы сөз айтып, үнемі қуантып жүреді екен. Бұл ертегіден достықтың, бір-біріңді қадірлеудің маңызды екенін түсінген боларсың. Иә, балақай? Үнемі айналаңа жылы сөз айтып, қолдау білдіруді ұмытпа. Жақсы. Бүгінгі алфавиттер еліне біздің де саяхатымыз аяқталды. Келесі кездескенше.